Қайырлы күн, құрметті менің тыңдармандарым. Жетімнің көз жасы. Әңгімені тыңдамас бұрын арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Есімді білгелі балалар үйінде ержеттім. Маған әке де, ана да міне осы жетімхана болды. Мұнда біз жас шамасы әртүрлі 80 шақты бала тәрбиелендік. Олардың басым көпшілігінің тағдыры менімен шамалас, туыла салысымен тірі жетімге айналғандар. Ал енді бірін тіпті әке-шешесі ес білген шағында да жетектеп әкеп тастап кеткен. Біздің 5 тәрбиешіміз болатын. Олардың бір кезекте 3 адамнан болып ауысып отыратын. Біз оларды мама деп айтатынбыз. Бұл кісілер қасиетті ана атына 1000 есе лайық тұрған. Айтпақшы, менің атым Нұржан, ал балалар үшін мусорщик. Неге дейсіз бе? Қазір айтамын. Бізге Рәзия деген мамамыз дәріс оқытатын. Жүзінде жылулық бар ол кісі бүткіл жетімхана сыйлайтын. Бір күні Рәзия мамамыз жайлы қаралы хабар келді. Қайтыс болыпты. Қайтыс болдыны біз жетімдер түсінбеппіз ба? Рәзия мамамыздың туыстары Құран оқытқанда тамаққа бір тойдық-ау деп қуандық. Бірақ кейін білдік, мәңгілікке келмеске кеткенін. Өкінгенмен пайда жоқ еді. Дәріс беретін мамамыздың орнына түсі суық, шашы иығынан ғана келген бір әйел келді. Мінезін түрі айтқандай-ақ тұрғандай екен, нағыз сұмның өзі. Шулауды, еркелеуді ұмыттық. Тыпыр еткен адам көрсе болды жазалайтын. Бірде сабақта қатты дәрет қысып сыртқа шығып келуімді өтіндім. Кейін шығасын деп ұрсып тастады өзіме. Жас шамам 9-да болатын. 9-дағы бала шыдай алсын ба? Отырған күйімде аяғыма жабысып еденге қарай ыстық сары су төгілді. Бәрі байқады. Демек бәрі де бітті деген сөз. Маған айтылған айқайды сіздерге айтып жеткізе алмаймын. Ең сорақысы апайдың анасы мусорға тастап кеткен сорлы жетім мусорщик деген сөзі. Дұшпаныма да тілемеймін. Сол күні мені таңға дейін жылап шықтым. Ертесі балалардан мазақтаумен мусорщик атанып кеттім. Қаншасымен осыны айтқан үшін төбелестім. Бірақ қалқиған қос құлақ оған да ет үйренді. Әлгі Сұрқия апайымыз көп істемеді. Бір күні жұмыстан кетті. Кететіндей де бар. Себебі мұнда көздері жәутеңдеген балапандарға мейірімділік аса қажет еді. Мен заманның қиын кезінде дүниеге келдім. Сол себептен де болар мені ешкім асырап алмады. Есім кіргесін кімге керекпін? Өзімнен кішкентай, есін білмейтін жетімді асырап алуға әкетіп бара жатқанын көріп қызығатынмын. Осы орайда құрметті менің оқырман туыстарым, бала есі кірген болса да асырап алыңыздаршы. Олар да жанұяға бақыт сыйлай алады. Мені туған әйел шынында да мені босанған соң 4 айдан кейін қоқысты тастап кеткен. Мен оған осы үшін ғана ренжулімін. Неге тым болмаса басқалар ұқсап бөтен біреудің есігінің алдына қойып кетпеді екен. Сонда да мені ол әйелді құрметтеймін, жақсы көремін. Мені алдырып тастамай денімді сау қылып туып дүниені көруіме мүмкіндік берді. Алда-жалда оны кездестірсем, мусорщик балаң ержетті деп күліп қарсы аламын. Балалар үйінде жүргенімде бізге көмектесетін мейірбан жандарға Алла жолын оң қылсын деп дұға жасайтынмын. Алла деген ол бізді жаратқанын білемін және Алланы өзіме ойша дос санайтынмын. Қазір оқимын. 18 жасымнан соң балалар үйінен кетіп мемлекет берген жастар жатақханасын пайдаланудамын. Бос уақытында жұмыс істеп ақша табамын. Оқырман туыстарым, ешкімді жетімсің деп сөкпейікші. Жетімі мен жесірін жылатпаған халық емеспіз бе? Ол сөзді қолданыстан жоқ қылатын дәрежеге жетейікші. Құрметті менің тыңдармандарым, әңгіме әсерлі болса, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Және де комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.